Сәлематсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы отбасым өнерлі. Жаңа сөздер: өнер, искусство, мастерство, белгілі, белгісіз, известный, неизвестный, зергер, ювелир, сырға, сережка, серги, күміс, серебро, кілем, ковер, көрме, выставка, ою, орнамент, узор. Балалар, тағы қайталаймыз. Өнер, искусство, мастерство, белгілі, белгісіз, известный, неизвестный, зергер, ювелир, сырға, сережка, серги, күміс, серебра, кілем, ковер, күміс, серебро, кілем, ковер, көрме, выставка, ою, орнамент, узор. Балалар, суретте не көріп тұрмыз, балалар? Атам белгілі зергер, әкем домбыра тартады. Балалар, зергер не істейді? Зергер сырға, сақина жасайды. Екінші тапсырма: оқы, өз отбасың туралы айт. Менің отбасым өнерлі. Атам белгілі зергер. Ол кісі күмістен сырға жасайды. Әкем домбыра тартады. Ағам суретші, інім ән айтады. Анам киім тігеді. Мен пианинода ойнаймын. Біз өнерлі отбасы байқауына қатыстық. Біз екінші орын алдық. Балалар, қараңыздар, атасы белгілі зергер екен, е? Ол кісі күмістен сырға жасайды. Әкесі домбыра тартады екен. Ағасы суретші, інісі ән айтады. Анасы киім тігеді, өзі пианинода ойнайды. Олар өнерлі отбасы байқауына қатысып, екінші орын алған. Екінші орын алған екен. Үшінші тапсырма: айтылым тапсырмасы. Сұраққа жауап бер. Балалар, қараңыздар, оның отбасы қандай? Өзімізді тексеріп көрейік. Оның отбасы өнерлі. Оның атасы зергер ме? Атасы зергер. Ол неден сырға жасайды? Ол күмістен сырға жасайды. Әкесі не тартады? Оның әкесі домбыра тартады. Олар қандай байқауға қатысты? Олар өнерлі отбасы байқауына қатысты. Жазылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жазамыз. Дәптерге орындаймыз, балалар. Қараңыздар, ол өнерлі отбасы байқауына тиісті қосымшалар астына Т, М, Д, Д, Ол, Г. Балалар, қайсысын қоямыз? Ол өнерлі отбасы байқауына қатыс. Т жалғауын жалғаймыз, балалар. Ары қарай өздеріңіз тиісті қосымшаны қойып жазыңыздар. Алтыншы тапсырма: диаграмманы толтыр. Балалар, диаграмма көріп тұрмыз, е? Өнерлі отбасы: атам, әжем, анам, ағам, әкем, інім. Балалар, қараңыздар, атам зергер деп толтырамыз. Әкем домбыра тартады, домбырашы. Балалар, солай диаграмманы толтырамыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.